Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен пешсіз 1 сағатта табада дайын болатын торттың жасау жолымен бөлісемін. Сондықтан менімен бірге жасап көріңіздер. Көп затты қажет етпейді. Ыдысымызға жұмыртқа саламыз, кішкене араластырып жібереміз. Үстіне сгущенка қосамыз, жақсылап араластырамыз. Содан кейін ұнға 1 шай қасық қопсытқыш салып араластырып аламыз. Ұн кішкене көп кетуі мүмкін. Біздің сұйық массамызға аз-аздан қосып отырып араластырамыз. Тағы ұн салып қасықпен араластырып, ұнды шетіне қоса отырып, қамыр илейміз. Қамырымыз қатты да, өте жұмсақ та болмау керек. Орташа жұмсақ етіп илейміз де, бетін жауып 5 минуттай қоямыз. Содан кейін бірден жасай беруге болады. Қазір бір қожықтарын жасаймыз. Қамырды бөліктерге бірдей етіп бөлемін. Кішкене домалақтап жіберемін. Қамырды жаямын, жұқалау етіп, торттың қожықтарын бірдей болуы үшін осылай тарелкамен кесіп аламын. Егер сіздерде арнайы форма болса, соны пайдалансаңыздар болады. Торттың диаметрін өздеріңіз қалауларыңызша жасасаңыз болады. Кішкене үлкендеу етіп. Қызып тұрған табаға орташа жылдамдықта пісіремін. Өте тез піседі, осылай кішкене көтеріледі. Енді кремін дайындаймыз. Мен 300 грамм қаймақ қостым, және 300 грамм сгущенка қостым. Крем сұйық болып шығады. Әр бөлікке 2-3 қасықтан кетті. Барлық қожыға крем жағып шықтым. Бұл тортқа өз қалауларыңызша басқа крем қоссаңыздар да болады. Осы креммен торт жұмсақ болып шығады. Торт тоңазытқышта 1,5 сағат 2 сағаттай тұрды. Сол уақыт ішінде торт жұмсақ болып шықты. Тортты өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Ас болсын.